Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз мына оюды мына шеңбермен қойып айналдырып шығуды үйренетін боламыз. Қараңыздар. Мынаны алып, бұлай қойып, центровать етіп, бір тағы рет бассаңыздар центр шығады мына оюдың. Осы центрына кругтың центрына келтіреміз және бұлай айналдырып шығамыз. Міне Ctrl-D-ні басып отырсаңыздар, өйстіп айналып шығады. Міне келмей қалды. Негізінде ол бұлай жасалады. Қараңыздар. Мына жақта центр келеді, круг келеді. Мына ойымыз келеді, мына центрін өз орнына қайтарайық. Және мынаны басамыз оюды. Екеуін shift арқылы белгілеген соң, бізде міне объектің ішіне объект вдоль пути дегенді басасыздар. Менде ол былай басылып тұр, міне. Объект ішіне объект вдоль пути. Мына жерде санын жазасыздар, қанша болу керек екенін өз ордың. Және оң жағын сол жағынан қойсаңыздар, мына жақтан айналдырып шығады деген сөз. Енді басып тексеріп көріңіздер, применить бассаңыздар, міне. Мына жерде санын көбейтсеңіздер болады. Үстіне көбейтіп тастайды, қарап отырыңыздар. Артқа қайтарыңыздар, саны 13 болсын. Міне. Тағы тығыз қылсаңыз болады. 15 штук дейік. Міне. Тағы жасап көріңіздер, 16 штук сиям екен. Міне тығыз болды. Міне байқап отқандарыңыздай, егер қолмен істейтін болсаңыздар, мына жерде арақашықтық әртүрлі болып қалады. Ал мына жерде автоматты түрде арасындағы интервал бірдей болады. Және осы әдіс тез болады. Ұнаса лайк басыңыздар, және менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. YouTube-та, TikTok-та, Instagram-да. Жақсы сау болыңыздар.